Баршаңызға қайырлы күн достар. Ауызда тез еритін, өте нәзік, өте дәмді таңқурайлы сметана пирогын жасап үйренеміз достар. Айтпақшы, төмендегі YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және де осы рецепт бойынша жасаңыздар, өте керемет дәмді болып шығады. Ал достар, бастайық. Ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, содан соң кесілген сливочный сармайымызды салып, одан кейін қантымызды салып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, қамырымыз осындай болды. Осының үстіне біз 1 дана жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып, қолымызбен басын біріктіріп, қамыр етіп дайындап аламыз. Осыны дайындап болған осындай қамырымызды 5-10 минутқа егін қандырып қойып қоямыз. Достар, мен осындай орташа қалыпты таңдадым. Осыған жаңа дайын болған қамырымызды жайып, жан-жағына дейін жайып, әдемілеп жайып аламыз. Мінекей достар, қалпымызға қамырымызды бір тегіс қылып, жан-жағына дейін тегіс қылып жайып аламыз. Және де одан соң ішіндегі салмасын дайындаймыз. Бізге отандық өнімді пайдаланамын, мен 20% президент сметанасын пайдаланамын. Ыдысымызға салып, жақсылап салып аламыз. Және де оның үстіне 4 дана жұмыртқамызды салып, содан соң 100 грамм қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған салмамызды қамырымыздың үстіне құйып аламыз. Және де достар, 180 градуста пеште пісіріп аламыз. Ал достар, пирогымыз піскенше біз 300 грамм таңқурайды алып, блендерда жақсылап езіп аламыз. Мінекей достар, сметаник пирогымыз дайын болды. Өте аппетитный болып шықты. Блендерда езілген таңқурайымызды бетіне жақсылап құйып аламыз. Және де оның бетін бір тегіс қылып жағып аламыз. Мінекей достар, көзін жауын алатындай әдемі болып әсемделіп шықты. Және де достар, осы рецепт бойынша жасаңыздар, өте нәзік болып піседі. Ал достар, ас болсын.